Barchаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай ерекше, дәмді, нәзік шоколадный капкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге қажет болады жұмыртқа, шекер, ұн, сары май, какао, разрыхлитель, сүт и ванилин керек болады. Сары майымызды ыдысымызға саламыз және ванилинімізді салып, шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сары майымыз жұмсақ болуы қажет. Миксерлеп те алдық, енді жұмыртқаларымызды бір-бірден салып, миксерлейтін боламыз. Тағы біреуін саламыз және кішкене миксерлеп аламыз. Дәл осылай үшінші жұмыртқамызды да салып, кішкене миксерлеп алатын боламыз. Ал миксерлеп алдық, енді разрыхлителімізді салып, және кішкене ұнымызды салып, електен өткіземіз, және кішкене миксерлеп аламыз. Енді сүтіміздің жартысын құйып, тағы миксерлейтін боламыз. Ыдысымыздың шеттеріндегі ұндарын түсіріп жіберіп, тағы миксерлеп аламыз. Какаомызды да електен өткізіп, миксерлейміз. Енді сүтіміздің жартысын құямыз. Миксерлеп алдық, енді қалған ұнымызды тағы електен өткізіп алып миксерлейміз. Біздің бисквитіміз де дайын болды. Дәл осындай шоколадный бисквит болады. Енді қамырымызды дәл осындай кондитерский мешокке салып аламыз. Бізге ыңғайлы болу үшін. Мен осындай формалар қолдандым. Осындай формаға кондитерский мешокқа салған қамырларымызды әдемілеп салып аламыз. Толтырып жібермейміз, жартылай болуы қажет. Біз қамырларымызды формаларымызға салып жатқан кезде духовкамыз қызып тұруы керек. 160 градуста 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Салып алды қамырларды, енді бір-екі рет жақсылап дәл осындай ұрып жібереміз. Ал енді қамырларымыз пісіп шыққанға дейін ганашын дайындайтын боламыз. Бізге шоколад пен сливка керек болады. Жақсылап микротолқынды пеште ертіп алып, араластырып аламыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр керек болады. Сахарный пудра керек болады, сливка керек болады. Енді творожный сыр мен сахарный пудрамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Түйір-түйірлері қалмау үшін. Енді сливкемізді салып, тағы миксерлейтін боламыз. Ал миксерлеп те алдық. Біздің креміміз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай крем болады. Өте нәзік, дәмдері ерекше, дәмді крем болады. Дәл осындай қою болады. Біздің капкейктеріміз пісіп шықты, енді суытып алатын боламыз. Капкейкілер суыды, енді дәл осындай кремдің насадкасымен капкейктердің ортасынан қамырларын аламыз. Ал қамырларды да алып тастадық. Мен ганашымды дәл осындай кондитерский мешокқа салдым и ортасына дәл осындай шоколадтарды құйып аламыз. Енді кремімізде дәл осындай мешокқа салып алдым и дәл осындай насадка қолдандым. Енді кремімді жайлап, дәл видеода көрсетілгендей етіп жағып аламын. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар және пирогтардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал біздің капкейктеріміз де дайын болды. Дәл осындай көріністе болады. Енді үстін безендіру өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен осындай апельсиндерді кесіп, үстінен безендіріп қойып шықтым.
дәл осындай әдемі, ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және қонақ келген кезде де дастарханның көркін ашатын кәпкекелер болады. Балаларыңыз да сүйіп жейтін болады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз, және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыз. Ал сіздерге сәттілік, достар.